Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге асылған еттен нарын турап көрсетіп отырмын. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Ет асудың толық рецепті осы YouTube каналымда бар, стрелкамен көрсетіп қоям. Сол асылған еттен бастамасын көріп алып, кейін нарының қалай жасағанын осы видеодан көрсеңіздер болады. Қамырымды түсіріп алғаннан кейін сорпаның өзінің бетіндегі майын осылай жағып араластырып шығам. Сонда қамыр бір-біріне жабыспайтын болады. Жақсылап араластырғаннан кейін шамалы ыстығы басылған соң қолымызбен алып өстіп екінші ыдысқа қамыр бірін үстіне жайып қоя бастаймын. Өсіп жайып қойған қамырларымды домалақ қылып рулет қылып орайым. Нарын қылып турауға ыңғайлы болу үшін. Осылай бәрін орап алғаннан кейін турай бастам нарын қылып. Қамырдың бәрін осылай турап алам. Нарын әсіресе үлкен кісілерге жақсы ұнайды, сорпасымен бірге берсе. Немесе ет асқаннан күнгі ертесіне нарын қылып қалған қамыр турап қойса да болады. Осылай етті де турап алам. Шығарып турап, сосын көлденеңінен кесіп, майда кубиктар қылып турайым. Туралған етімді қамырыма салып, туралған қамырға қазымды турап, қамыр мен етті араластырам бірге. Сөйтіп тәрелкеме салып, осылай нарымызды сабағаннан кейін кесілген қазыларымызды айналдырып қойып шықсақ болады. Достар, егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Нарынды сорпамен берсе әдемі болады. Сорпаға аздаған бұрыс салып жібердім. Немесе айран қатса да болады. Әркім өз қалауынша нарынды ыстық сорпамен беруге болады сөйтіп. Өте дәмді тағам. Бұны әрбір қазақ біледі.